Астанада Есіл өзеніне 20 мың шабақ жіберілді. Бұл ТМД елдерінде экологиялық, мәдениет және қоршаған ортаны қорғау жылы шеңберінде өткізілген шара. Жиынға Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің студенттері қатысып, балық өндіру саласындағы жаңашылдықтармен танысты. Биыл балық ресурсын және басқа да су жануарларын сақтау және ұдайы өндіру жөнінде бюджет бағдарламасы аясында Нұра, Есіл өзендеріне және Вячеслав су қоймасына май балық төлім бағында өсірілген 41 миллион тұқы балығы жіберілді. Жалпы еліміз бойынша су көздерін балықтандыру жұмыстарымен 7 кәсіпорын айналысады. Биыл 160 миллион балық шабақтарын шығардық. Сол үшін бізге 550-62 миллион қаражат бөлінген еді. Соның 85%-ын бүгінге шейін жұмсадық. Енді жылдың аяғына шейін 100%-ын түгел орындаймыз деп есептейміз. Сол 160 миллион балық шабақтарын бәрі осы Қазақстанның өзен көлдеріне бәрі жіберілді.